Мен өз көзіммен көрген оқиғаны айтқалы отырмын. Ноттингемде медреседе болдық. Флинтон, Нью-Йорк деген жерде. Ол кез 90-шы жылдар еді. Егер Мәулана бауырмен отырсаңыз, сөзсіз жындарға қатысты біраз оқиғаларды айтып береді. Сол медреседе болғандар осында болса, жындарға қатысты оқиғаларды айтып берер еді. Мен өзім куә болған оқиғаны айтайын. Біз келген ғимаратымыз ескі еді. RAF дейтін ескі ғимаратқа тоқтадық. Бұл ескі ғимарат 20 жылдай уақыт бос, қаңырап тұрған болатын. Біз осы ғимаратқа тұрақтап, оны медресе ретінде қолданатын болдық. Біз келген кезде біздің ұстаздарымыздың бірі Мәулана Фаузул Рахим еді. Ол кісі әлі де қасымызда. Біз ғимараттың бір жағында жататын болдық. Ғимараттың бір жағынан бастап келесі жағына қарай бөлмелерді қолдануды ұйғардық. Барлығы 120 бөлме болды. Үлкен 3 холл болды. Шығыс, батыс және орталық холлдар. Біз шығыс жағында тұрақтадық. Азғантай бөлмелерді, бар болғаны 7-8 ғана бөлмені қолдандық. Өзіміздің ұстазымыз және басқа да ұстаздарымыз ғимараттың батыс бөлігіне бармаңдар дейтін. Мен сіздерге айтайын. Біз жас бала едік ол кезде. Қане, кеттік, көрейік батыс жақты дедік. Баламыз ғой, батыс бөлікке күн тас төбеде тұрған кезде, күндізгі сағат 12-де бардық. Күндізгі сағат 12-де түнгі емес. Бір-біріміздің қолдарымызды байлап, 7-8 бала келе жатырдық. Жақындап келгеніміз сол еді, есіктер гүрсілдеп ашылып жабыла бастады. Гүрс-гүрс заттар шиқылдап сықырлап ашыла бастады. Аяғымыз аяғымызға жұқпай қаштық. Кәлима шахадатты дауыстап айта бастадық. Ля иляха илlallah, ля иляха илlallah. Ол жерден зытып тұрдық. Ол жері өте қорқынышты, жағымсыз еді. Құдды бұнда келме дейтіндей. Арамызда бір бала болды. Оның атын сіздерге айтпаймын. Бүгінде балалы шағалы болып қалған шығар, білсе ұялып қалар. Ол солтүстік жақтан келген еді. Жасы 13-терде еді. Бангладештік. Ағылшынша бір сөз білмейтін. Басқаны айтпай-ақ қояйын. Ол тек банголийше сөйлейтін. Өте жуас бала еді. Көп сөйлемейтін, өз-өзімен жүретін. Құранды жаттаған хафиз болғысы келетін. Жатқа білетін тек бір пара еді. Тек бір пара білетін. Бір күні оны ғимараттың келес жағына барып келе жатқанын көрдік. Бұған ешкім аса мән бермеді. Келесі күні таңда балалар Құран жаттап отырды. Мен сол сәтте олармен болмаған едім. Бірақ сонда болғандар айтып берді. Кейінірек өз көзіммен көріп куә болдым. Жаңағы бала қолында Құранын ұстап, ұстазымызға келеді. Елестетіп көріңіздерші, дымды да білмейтін момын бала Құранын ұстап, ұстазымызға келеді. Құранын ұстазының алдына қарай қойып, мені сынаңыз дейді. Бұны ол ағылшынша айтқан жоқ, ол арабша айтты. Аяқ астынан жаңағы бала араб тілін білетін болып шықты. Мені сынаңыз дейді. Ұстаз оған мынау әзілдеп отырма дегендей түрмен қарайды. Балаларды түсінбей қалады. Жаңағы бала қайтадан кез келген жерден сұраңыз, сынаңыз мені дейді. Ұстаз жақсы дейді. Құран жабық тұр. 15-ші парадан бастап оқы дейді. Ұстаз оған қарап қалады. Мынаған не болған деп таңғалады. Ұстаз оған түрлі жерлерден сұрақтар қояды. Бала Құранды толық біледі екен, және ұстазбен араб тілінде еркін сөйлесіп отырады. Ойламаған жерден оның арабшасы да мықты болып шығады. Осы жайтты естігеннен кейін оған арнайылап жолықтық. Баламен кездесіп, кейін онымен арабша сөйлестім. Қызық екен. Қызық екен. Не болса да Алланың кереметі болар дедім. Кейін бала біртүрлі бола бастады. Бір күні қолына шаш қырғышты алып, шашының бір жартысын қырып тастап, екінші жартысын солай қалдырады.
Басында тақияш жоқ, дәлізде келе жатады. Басының бір жартысындағы шашы ұзын, екінші жартысында шашы жоқ, тақыр. Оны көрген балалар қорқып кетеді. Жын кірген, жынданған. Кейін ұстаз оны ұстап алып, басының екінші жартысын қырып тастайды. Ол әлі де біртүрлі болып жүреді. Істеген істері де қызық еді. Бірде түнде балалар ұйқыға кетеді. Түнгі сағат 2-де. Бір бөлмеде 6 бала жататын. Әр бөлмеде 2 қабатты керуеттер бар еді. 2 қабатты керуеттер. Түнгі сағат 2-де жаңағы баланың қасында жатқан 5 бала бөлмелеріне атылып шығып, ұстаздарына жүгіріп барып есігін қатты қаға бастайды. Жын, 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 жын. Ұстаз не болып қалды дейді. Жын, 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 жын. Ұстаз балалардың бөлмесіне барады. Қараса, бағанағы бала ұйықтап жатыр. Құранды, арабшаны керемет білетін бала. Ұстаз оны оятып, не болып қалды дейді. Ештеңе. Балалар төсектеріне кері жатады. Кішкене уақыттан кейін балалар қайтып бақырып жүгіріп шығады. Ұстаздардың есігін қағып, жын, жын дейді. Не болып жатыр дейді ұстаз. Бөлмемізде, төсегімізде жатсақ, жаңағы баланы Имран деп атай салайық. Оның шын аты басқа. Біз оны Имран дейік. Бөлмемізде, төсегімізде жатсақ, біреу тырнағымен қабырғаны тырнап, дейді. Төсектеріне үрейленіп атып тұрып ұстазға жүгіріп барған екен. Балалар төсектеріне кері жатады. Кішкене уақыттан кейін балалар қайтып бақырып жүгіріп шығады. Сөйтіп келесі күні таңда үлкен ұстазымыз Мауляна Фаузул Рахим оны шақыртады. Біз таңғы асымызды ішіп болған едік. Жын шығару барысында сен Құран оқисың. Оны оқыған кезде, Құранның кей аяттарын оқыған кезде, жын оқылған Құран себепті адамның ішінен шығып кетеді. Шығуға мәжбүр болады. Біздің жағдайымызда балаға кірген жын мұсылман еді. Құранды толық білетін хафиз жын, араб тілінде жетік білетін. Ұстазымыз жынды шығару үшін Құраннан оқыса, баланың ішінде отырған жын оған қарсы басқа аят оқып, әсерді қайтарып тастайды. Бұл жағдайды өз көзіммен солардың қасында отырып көрдім. Ұстаз Құраннан не оқыса да, жын оны Құранмен қайтарып тастайды. Шейх, жын басқа аятты оқиды. Шейх қай аятты оқыса да, жын басқа аятпен қайтарып тастап отырады. Кейін шәкірттер бөлмені босатады. Шейх аздап ойланып, жынды шығарудың жалғыз жолы баланы үйіне 1 айға қайтару керек дейді. Бауырларым, бұндай жағдай бастарына өтпесе сену қиын. Өзің куә болмасаң сену қиын. Егер айтып отырғаныма сене алмай отырсаңдар, күмәндансаңыздар, мен Алланы куәгер етемін. Өз көзіммен көргенімді айтып отырмын. Сені өздерінің еріктерін. Жалғастырайын. Шейх Алланың қалауымен жындарды көре алатын. Ол жындардың бір тобы жанұясымен ғимараттың арғы бетінде 1 айға тұрақтаған. Кейін 1 айдан соң кететінін сезеді. Бала алыстағы үйіне қайтарылуы керек. Оның ішіне жас жын кіріп алған. Хафиз жын кірген. Егер бала үйіне оралса, жын өзі-ақ баланың денесінен шығып кетеді. Себебі ғимараттың батыс бөлігіндегі жынның жанұясы 1 айдан кейін басқа жаққа кетеді дейді. Сөйтіп баланы қайтаратын болдық. О Құдайым, көлікте оның қасында отырдым. Оның сол жағында отырдым. Ол ортада отырды. Жылдамдық 110 км/сағаттан артық еді. Ол көліктің артқы есігін ашқысы келіп ұмтылды.
Ұстаз оны тоқтатып, баратын орынға жеткенше жақсылап қысып құшақтап келді. Бір айдан кейін бала қайтадан медресеге келді. Бала алғаш келген кезіндегідей өте жуас, жүргенде жерге қарап жүретін, я ағылшынша, я арабша бір сөз білмейтін және білетіні сол баяғы бір пара еді.